Гүлмира ханым, бүгінгі форум жайлы өз пікіріңізді айтып өтсеңіз. Бүгінгі мына Шымкент қаласында өрлеу біліктілікті арттыру институтында облыстық форум өтіп жатыр. Оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамыту тақырыбында. Жалпы бұл жерде әр ауданнан келген мұғалімдер өздерінің қазіргі таңдағы осы оқушының зерттеушілік қабілетін дамытуда қалай ықпал ету керек, сол өздеріне жаңағы қажетті материалдарды бұл жерде бөлісіп, өздерінің қанжығаларына керекті жаңағы материалдарды, ой түйіндерді салып алып кете білді деп айта аламын. Бүгінгі форум екі бағыт өткен болатын: пікірталас алаңы және шебер сыныптар. Көзқарастар ағымы бойынша қандай құнды немесе өзіңізге ұтымды болды деп есептейсіз? Бүгінгі форумда, яғни бірінші пікірлесу алаңы бойынша, көзқарастар ағымы бағыты бойынша маған Қазығұрт ауданынан келген Утарбаева Таңшолпан деген биолог маманның жаңа жұмысын өте жоғарғы деңгейде жаңағыдай өтті деп айта кеткім келеді. Себебі ол апайымыз өзінің күнделікті өтіп жатқан сабағындағы теория мен практиканы жаңағыдай байланыстыра отырып, біздің осы зерттеушілік қабілетті дамытудағы ең жаңағыдай қажетті жаңағыдай мәселелерді, ойларды талқылап түсіндіре біліп өтті бізге. Рахмет сізге.